Сынған ыдыспен тамақ ішпе. Қазақы ырымның мағынасы. Оқыған Гүлхан Сейтқазықызы. Сиқырлы үн YouTube арнасына жазылып, үліпіл басуға ұмытпаңыздар. Қазақ халқында сынған ыдыспен тамақ ішпе деген тыйым бар. Бұл ырым бекер айтылмаған. Оның түбінде халықтың өмірлік тәжірибесінен алынған даналық жатыр. Сынған ыдыс берекенің кетуі. Ертеде ата-бабаларымыз сынған немесе жарылған ыдысты қолдануға тыйым салған. Себебі мұндай ыдыстар үйдегі ырыс несібенің азаюына әкеледі деп сенген. Сынған ыдыстан ас ішсең үйіңде береке болмайды деген сөз осында қалған. Кедейлікті шақыру. Қазақта тесік қалта байымайды деген сөз бар. Сол сияқты жарылған, жырық ыдыс кедейліктің белгісі деп саналған. Егер үйде көп сынған ыдыс болса, ол материалдық жағдайдың нашарлауына, жоқшылыққа әкеледі деп есептелген. Жаман энергия жинайды. Қазақ халқы әр заттың өз аурасы бар деп сенген. Егер үйде сынған ыдыстар жинала берсе, олар жаман энергияны тартады. Нәтижесінде отбасы мүшелерінің арасында түсініспеушілік, ұрыс керіс кіреді. Отбасының ынтымағына әсер етеді. Ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды деген сөз бар. Бірақ ол тек сылдырласа ғана жақсы. Егер ыдыс сынып қалса, үйде жанжал көбейеді деген ырым бар. Сондықтан үлкендер үйдегі ыдыс аяқты күтіп ұстауды өсиет еткен. Ыдыс сынған жағдайда не істеу керек? Сынған ыдысты жамап, қайта пайдалануға болмайды. Оны дереу сыртқа шығарып, орнына жаңасын алу керек. Кейбіреулер оны ағын суға ағызып жіберген дұрыс деп есептейді. Егер ол бағалы ыдыс болса, оны қолданудан бас тартып, басқа мақсатқа пайдалануға болады. Мысалы, гүл өсіруге. Қазақтың әрбір ырымы өмірлік тәжірибеден алынған даналық. Сынған ыдысты қолданбау тек ырым ғана емес, тазалық пен берекені сақтаудың бір жолы. Ендеше, үйімізде ырыс пен тыныштық болсын десек, сынған ыдысты қолданудан аулақ болғанымыз жөн.